Nanti zakallar kelip Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі заказдарымызды ашып қараймыз. Мен бұл телпекпен шарфты негізі үлкен қыздарға деп алып жүрмін ғой. Видеосын қарамаппын ғой. Видеосын келгеннен кейін қарасам, кішкентай қыздарға арналған телпек екен. Міне осындай видеосын салып қойдым. Үйдегі қыздарға болмай тұр. Қасымда отырған 2 жастағы балаға болып тұр ғой. Енді қарасын балама алып қалдым да, қызылын беріп жібердім. Сыйлыққа беріп жібердім. Әдемі екен, жақсы екен. Мынау келесі қандай заказ екен? Бұл кондитерлердің, поварлардың киетін киімі. Бұны мен заказбен, яғни тапсырыспен заказ бердім. Біреудің тапсырысы бойынша. Бұл енді жеңі бар, енді тігісі енді кішкене қатты ондай сапалы емес. М размерінде бердім. Бас киімін қарап отырған кезде тігістерінде кішкене жіптері шығып тұр екен, мына жерінде көрініп тұр. Бұл киімнің қасында телпегімен бірге келді. Тағы да тапсырысымыз ол телпегі жоқ түрі, бірақ алжапқышы бар екен. Мынау енді пакеттің ішінде тағы да пакетке салып жіберген. Ішін ашып қараймыз. Енді ашқаннан сапалы екені көрініп тұр. Мынау енді алжапқышы, тігістері өте жақсы. Алдында осындай қалтасы бар. Беліңізге осылай тағып алсаңыз болады. Мынау үстінен киетін кофтасы, жазда киюге болады. Бұның ілгегі өте әдемі екен, ілгектері. Сосын тігістері де бірдей теп-тегіс болып тігілген, жақсы, сапалы, өте жақсы, ұнады. Осылай тапсырыс берсеңіздер болады. Менің каналыма жазылып қойыңыздар.